Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя». Бұл бөлім Бауыржанның әкесінің інісі Момынқұл көкесі туралы. Момынқұл көкем атам мен әжемнің ең кенже баласы еді. Ұзын бойлы, сұлу, сымбатты, дөңгелек қара көзді, кертпен мұрындау, астыңғы ерні дүрдектеу, аққұба жігіт болатын. Әжеме өз ұлының осы дүрдек ернімен кертпіш мұрны ұнамаушы еді. Жайшылықтың өзінде жаратпай қымсынып отырғаны. Тәңірдің мұнысына амал бар ма? Бір биеден ала да, құла да туа береді деген осы да. Әйтпесе өзіме тартайын деп ақ тұр екен ғой, дейтін ол. Оның есесіне көкем әжемнің ең еркесі, ең сүйіктісі болатын. Кенженің аты кенже ғой. Әжем оны көптеген қыңыр қышықтарын, бұрыс мінездерін кешіре беретін. Кейде сондай шадуарлығына күйіп кетіп, жазаламақ болғанда, көкем іргедегі үйге зып беріп кетіп қалушы еді. Қайтып келгенше, әжемнің ашуынан жұрнақ та қалмайтын. Әйтеуір көкеме келгенде әжемнің ұмытшақтығы да ұлғаяды. Қайта айналып соққанда, көкемді еркелетіп отырғаны. Көкем әлденені бүлдіріп, көпе кернеу тайраңдап жүргенінің өзінде, әжем басын жайғап, тіл қатып отыра беретін. Ай, тентегім, кімге ғана тарттың екен, дейтін өзіне өзі. Әкең жуас еді, құдды нағашы көкеңе менің Серкебай ініме тартқансың ғой сен. Серкебайда төңірегін шаңдатпаса жүре алмайды. Әжемнің ашуы одан әрі аспайтын. Мұнысы кейде ашудан гөрі сүйсінуге ұқсап тұрушы еді. Ерке баланың жөні бөлек қой шіркін. Анасының еркесі болғанға не жетсін. Жас кезінде көкем шынында да шектен шыққан ерке, қолдаяққа тұрмайтын, мазасыз еді. Жаяу жүрсе, екі аяғын жұлып жеп, сермеген қолы айналасын адақтап жүретін. Атқа мінсе, жау шапқандай құйындатып, ай шайға қарамай, ой шұқырды елемей еліріп алатын. Атқа қарғып мініп, шауып келе жатқанда қарғып түсетін. Атқа да, аяққа да батыр еді. Жаз айының мамыражай кешеді. Алтын күн Құлан тауына иек артып, төңірекпен қоштасқысы келмей қызара қиналып тұрғандай сезілді. Батыс жақ қарттанып күлгін шапаққа шомылып тұрған кез. Шақпақ, жабағылы, бұралдай жондарында сол шапақ бұлан қаққандай сезіледі. Алатаудың құзар басынан күннің соңғы сәулелері де қуат алғандай көз тұрады. Жайлауды мамық түн баяу көмкеріп, даланың бояуын біресе қошқылдандырып, біресе бозғылдандырып жібереді. Ақ самал аңқып тұр. Ауыл іші азан қазан. Әркім іңір қараңғылық алдындағы қарбалас тірлігін тәмамдауға тырманып жатқан кез. Әйелдер сиыр сауып болып бұзауларын қазыққа байлап жатыр. Бір шетте қозы көгендеп жүргендері де көп. Беткейде үйір жылқы шүйгіннен бас көтермей жайылып жүр. Осы кеште жігіттер асау қуып, аласарсанға түсіп еді-ау. Құрық түймеген ту қашаған желмен жарысып жеткізбей ақ бағады. Ат құлағында ойнайтын айлакер жылқышы құрығын ептейлеп соңынан қалар емес. Танауынан шыққан дем тас ұшырардай жүйткүйді. Құрық тиер тиместе шұрқыраған даусы жайлауды басына көтергендей еді. Жылқышы сонда да ізінен қалмай жүр. Құрық қашағанның жалына жақындамай жатып, асау жалт береді. Содан жігіттің екі аяғы ат бүйірін далақтай соғып, қайтып қайырылғанша, әлгі қашаған қара жердің апшысын қуырып, құрықтан алыстап үлгереді. Ауыл адамдары мынау тосыннан басталған тамашаға түгелдей көз тігіп, өздерінше дабырласып тұр. Арқасы қозып, айқаймен айбат шегіп тұрғандары қаншама. Кейбіреуінің иығы өз-өзінен құржыңдап, анау құрықшы жігіттің қимылын құптайды. Енді құтқармайды,
деп айқайлайды бірі. Солай, енді құрық таста, дейді екіншісі аулақтан ақыл беріп. Қап, әттеген-ай, алданып қалдың-ау, деп қорланып тұрғандар да бар. Апырай, жаз бойы жалын сипатпай әбден әккі болған екен мына асау, деп өкінеді тағы бірі. Қара тер боп ат үстінде әлегі шыққан құрықшыны құрдастары қарап тұрып ақ мазақтайды. Оған жылқын емес, сиыр ұстату керек қой дұрысы. Жігіт боп атқа мінген соң жүгенге елене алмағаны масқара ғой. Өзіңнің шамаңды көрермеді. Одан қайбір ілгерілеп тұр едің сен. Осылайша ел дабырласып, екеу пікір таластырып тұрғанда, жылқышы жігіт ат басын игеруге әлі келмей тұрып еді. Енді бұрылып келе жатты. Жейдесі терге малынып, желкесі төмен салынып, құйысқаны далақтап, құрығы босқа салақтап жиналған жұртқа ат басын тіреді. Демін әзер алып тұр. Астарындағы аты ақ көбік боп еліріп алған екен. Әлі біраз егеске шаман бар дегендей көздері ұшқын атып шытынайды. Осы кезде көкем жайдақ атқа қарғып мініп, Қашағанның жолына Кесе-көлден қарсы құйындата жөнелгені. Төтелей тартып, төтеп шауып барады. Ей, мынауың желіккен бе? Желбегей шыққан батырша жөн-жосықсыз шаба жөнелген нес? Құр асауды құрықсыз ұстамақ па? Десті топ ішінен әлдегім. Өзгелері демін тартып тына қалғандай еді. Өйткені көкем оқыс қимыл жасады. Қашағанмен қатарласа беріп, құйрығына жабысқаны сол еді, жерге топ ете түсті. Көз тіккен жұрт шу ете қалды. Аттан құлап майып болды ма деген ой әркімді бір зірк еткізген еді. Жоқ, сөйтсем, көкем сол асаудың құйрығынан ұстаған күйі аяғы жерге тимей бүйірлей тартқылап барады екен. Мұнысы сілтеген тұяқты дарытпаудың амалы екенін кейін білдім. Бөксесі бұраңдаған Қашағанның екпіні бәсеңдеп, осқырына ойқастап барады. Бір мезет асаудың сәл бұрылып шабысын кідіртуі мұң екен, көкем қас қағымда ат арқасына мініп үлгерді. Сөйтті де жалға жабысып қыбырсыз жатып алды. Асау болса жайлау жазығын жалғыз емденіп бет алды, жөңкіле берді. Ақыры дәрмені кетіп, дәмсіз шабысқа шыдамады ма білем, әлгі асау айдалада қалып тұрып қалды. Көз тіккен жұрт қуаныштан ду ете түсті. Енді көкем асауды ырқына игеріп, жалынан қақпайлай бізге тақай берді. О, әруақ, сақтай көр, тіл көзден аулақ әйтеуір, азамат деп осын айт, дүйуада құрықтастар құдірет иесі болар. Не де болса ептекен шіркін. Жұрт осылай желпінісіп тұрғанда асауды аяңға салып, көкем де келді. Көкем мақтауды жек көрмейтін. Сол мақтауға ілігем деп, ол от пен суға орынсыз қойып кетуден тайынбаушы еді. Ол мықтымын деп жүктің ауырын көтеретін, күреске де даяр тұрады, жаяу жарыстан да қалған емес. Не керек, соның бірде-бірін берік тұтынып, үдесінен шықпайтын. Осыған орай оның ел қойған аты да көп еді. Епті, алаңғасар, қара көш, таубұзар сияқты аттың талайы көкеме үйір болатын. Шынында да ол бапкері жоқ тұлпардай, байлаудағы сұңқардай өзіне өзі сыймай жүретін. Ат үстінде де, қара жаяу кезінде де қарап жүрген сәті жоқты. Қашанда ел көзіне түсіп, ерекше бір қырымен екшелене беретін. Осындай мазасыз мінезі оны талай-талай тасқа да соқтырды. Көкемнің көкпар десе арқасы қозып тұратын және сол көкпардан бір жерін жараламай қайтқан кезі жоқ шығар. Бір рет бұғанасы шығып келді. Енді бірде аяғы сынып қайтты да, ал есінен танып, ел жігіттері көтеріп келгенде зәре құтымыз қалмаған кезі де болған. Бірақ басын көтерісімен сол баяғы аласапыран тірлігіне сүңгіп кете беруші еді. Толғақ азабын тез ұмытқан әйел сияқты көкем көрген тауқыметін елеулегенді білмейтін, сақтанып жүру санасына да кірген емес. Жаны ауырып, жамбасы төсекке тигенде кейде тістеніп жатып қатты ыңырситын. Сонда бәйек болған әжем
шыр көбектеніп көзіне жас алатын. Сен тентек мені ажалымнан бұрын өлтіретін болдың ғой. Әр жарақатың мені жегідей жеп, белім бүкірейіп бара жатқанын аясаң етті тым болмаса. Қандай жын екен сендегі алышып тұрған. Қайтейін шырағым, аман бол әйтеуір. Сонан соң лезде ренішін ұмытып, әжем баяғы қамқор пейіліне көшуші еді. Қай жерің ауырады құлыным, сусын берейін бе, жастығың жайсыз емес пе? Расында да көкемнің әрбір аңғал қадамы әжемді қатты қайғыртатын. Ұлының қасынан бір елі кетпей тілеуін тілеп қалтырап отырғаны. Мұндайда өзге дүние түгілі біз сияқты немерелері де шет қалатын. Бар ықыласы көкеме ауып, өзге дүниені көзге ілмеуші еді. Мұндайда біз әжемізді көкемізден қызғанып, кәдімгідей қынжылатынбыз. Әкем тулап тұрған жігітке байсалдылық қонар деп оқуға отырғызды. Алайда көкеме кітаптың да септігі тие қойған жоқ. Бұдан нәтиже шықпаған соң әкем оған қолөнер шеберлігін, зергерлік өнерін үйретуге кірісті. Үйде жүріп, мұның да үдесінен шықпайтынын білген соң, көкемді нағашыларымызға әжемнің інісі қатал мінезді Серкебайдың қолына бермек боп шешіпті. Серкебай нағашымның сонда ауылға келгені әлі есімде. Ол кезде нағашым 60-қа таянған кісі еді. Бүкіл ауыл боп аяғынан тік тұрып қарсы алғаны бүгінгідей көз алдымнан кетпейді. Сонау алыс көкжиектен қатар түскен төрт салт атты көрінгеннен ақ ауыл адамдары күтіне бастаған. Алдыңғы жорға төбелдегісі Серкебай нағашым екенін бәріміз айнытпай таныдық. Ал желе жортқан үшеуі қасындағы қосшылары болса керек. Серкебай келе жатыр дегенде әжемнің қуанғаны сонша жас балаша елпектеп кетті. Киіздің жаңасын, көрпенің шәйісін, жастықтың жайлысын әзірлеп бастап еді. Әкем мен көкем тысқа шығып, құрмет көрсеткен кейіппен қол қусырып тұрды. Бұл екеуін көргенде Серкебай нағашым үзеңгісін шіреніп, ат жүрісін аялдата бастады. Серіктері де тізгіндерін тартып, баяу жүріске көшті. Үйге тақап келгенде әжем көкемді Серкебайдың атын ұстауға жұмсады. Көкем де ебелек қағып, салаум алейкум жолай айтып, ат шылауына жармасып жатыр. Алейкум салам деп Серкебай нағашым сәлемін алды да, көкемнің иығына қолын салып, аттан түсе бастады. Көкем сол сәтте нағашымның қолтығынан сүйей қойды. Сонан соң Серкебай нағашым алшаң басып менің әкеммен сәлемдесті. Серіктері де аттан түсіп жатыр еді. Әкем ауыл жігіттеріне әмір берді. Меймандардың атын ұстаңдар. Жігіттер жедел басып, ат тізгініне жармаса беріп еді. Серкебай нағашым қамшысын көтеріп ақырып қалды. Маған көрсеткен құрметтерің аздай, несіне елпектейсіңдер деп тоқтатып тастады. Нағашымен еріп келген жігіттерге осынау күрт мінез шалдың әдеті әбден күрт мінез болып қалған ба, жылмиып қарасты. Неменеге мәз боп тұрсыңдар деп тағы да зекірді нағашым. Өзге ауыл болса, өзімде сендер түгілі еріп келген итіме де құрмет көрсет деп шіренер едім. Ал әпкемнің алдына келгенде бәрің де үйдегідей қызмет көрсетесіңдер. Осынау ашуы адырайып тұрған қатал кісіден жасқанған біздер жан жаққа тығылып жатырмыз. Жабықтан сағалап бақылаймыз. Әкем меймандарды үйге бастап жүрді. Есіктен ең алдымен Серкебай нағашым бас сұқты. Әжем оны балаша аймалап еркелетіп жатыр. Осы кезде нағашымның атқосшы жігіттері ішке қоржын көтеріп кірді. Серкебай төрке жайғасып болған соң әжемнің қал жайын сұрады. Аманбысыз әпке, ауру сұрқадан саумысыз, көңіліңіз жайлы ма? Құдайға шүкір шырағым дейді әжемді елжіреп. Мұнан соң жаппай жай сұрасу басталды. Ел адамдарының есендігі, мал басының түгендігі сұралды. Бұл кезде қоржынның аузы сөгіліп, нағашымның әкелген сыйлықтары көріне бастады. Өрік мейіз, қант шай, бауырсақтан басқа әжеме арналған көйлектік мата да шықты. Серкебай асыл киімдерді қонымды етіп, сымбатты киініпті. Алдымен құндыз бөркі құлпырып көз тартады. Бөркін шешкенде көк тақыр етіп қырған басына оқалы барқыт тақиясы қалды. Бешпен сыртынан буған кемер белдігінің жалпақтығы кереғарыста еді. Сабы күміспен күптелген қамшысын сәнмен қос бүктеп қасына қойыпты. Етсіз қыр мұрыны,
қысыңқы өткір көзі ашық жүзін айбарландырып жібереді екен. Қияқтай етіп бастырған мұртының ұшы екі езуін жиектеп көмкеріп тұр. Селдір ұзын сақалы кеудесіне түседі. Ол аз сөйлеп, әр сөзін нығарлап, таптап, қарсы отырған адамына қарай қамшысын немесе сұқ қолын нұқып сесті айтады екен. Нағашым ешкімді бет қаратпайтын, айналасын айбармен меңдеп алған өркөкіректеу көрінді. Көз қатарларының өзін менсінбейтін кісі біз сияқты бала шағаға көз қиығында салған жоқ. Бір кештің ішінде Серкебай талай рет көкемді де, қасына еріп келген жігіттерді де қыжғыртып алды. Туа біткен мінезі ме? Әлде көңілінің қошы жоқ па? Әйтеуір бұл кездесуге нағашым нақ бір ескі дәуірдің қатал әміршілеріндей елестейді. Әжем бізге өрік мейіз үлестіріп берді. Аузымыз томпаңдап бәріміз мәз болып жүрміз. Мал сойылып, ошақта от маздады. Жұрт күндегісінен көтеріңкі көңілде болатын. Бәрі де абыр-сабыр асығыс үстінде. Біз одан бетер мәзбіз. Желідегі аттардың ер әбзеліне сүйсіне қарап қызығамыз. Күміспен көмкерілген құйысқан еріксіз көз тартады. Қонақтар көп жатпады. Ертеңіне жолға жинала бастады. Көкемді әкетуге арнайы келген екен. Көкем бұрынғыдай емес, тіптен жуасып қалыпты. Айналсоқтап әжеме жалтақ-жалтақ қарайды. Серкебай нағашым өзі атқа нығырланып отырып алған соң баяғы әмірлі үніне көшті. Тіптен қатуланып алған. Көкемді қамшымен бір-екі салып қалды да ақырып жіберді. Жаман күшікше неменеге жалтақтап тұрсың? Ұзатылатын қыздай сызылып қалыпты ғой қыз талақ. Мен саған әлі көрсетермін. Ауылға барған соң екі аяғыңды бір етікке тықпасам ба? Сөйтті де әжем жаққа алара көз тастап тістене сөйледі. Балаңның сүйегі ғана сенікі әжеке. Қалғанын өзіме жіберіңіз бұл тентектің. Көкем әжем жаққа соңғы рет жалынышпен қарап еді. Әжем де шыдай алмай даусы дірілдеп кетті. Қайдан білейін шырағым, сүйек өзіңдікі ғой әйтеуір. Адам етсең болғаны да. Серкебай үзеңгіге шіреніп тұрып бізбен қоштасты да ат басын ауылына бұрды. Соңынан ат үстінде иығы салбырап, еріксіз адамдай көкем еріп бара жатты. Бұрынғы өжеттігінен, қайсарлығынан, жігерінен жұрнақта қалмағанына бәріміз де таңдандық. Жат қолға түскендей жабығып кете берді. Әжем соңдарынан ұзақ қарап тұрды да жанарына үйірілген жасты жаулығымен сүртті. Тәңірім жолыңды оңғара көрсін құлыным, деді ол ұлына арнаған тілеуін болар болмас күбірлеп. Бір ай өтпей жатып әжем көкемді сағына бастады. Жатса тұрса атын атап отыратын шығарды. Ақыры 3 айдың жүзі толар толмаста әжем көкемнің соңынан іздеп төркініне аттанды. Баласының қасында бір аптадай болып мауқын басқан соң оралды. Алайда үйге келген соң қайта сағынып, аухлеп әкеме әр жайды айта беретінді шығарды. Шырағым, тігетінен арып, құр сүйегі сұрайып қалыпты. Серкебай оны ертелі кеш кітап оқудан бас алдырмайды екен. Бүйте берсе жас баланың қу сүйегі қалады ғой. Әжемнің айтуынша Серкебай көкемді матап ұстайтын көрінеді. Әр қадамы санаулы екен. Содан бір елі ауытқуға көкемнің еркі де жоқ, шамасы да жоқ болса керек. Мен көкемдер ауылдан аттанарда Серкебай нағашым еліне барған соң шынында да көкемнің екі аяғын бір етікке тығып қояды деп қиналған едім. Сөйтсем онысы қатал тәртіпке ұстаймын деген екен ғой. Көкеме ұзын ақшапан кигізіп, басына сәлде оратып, оқуға үңілдіріп қойыпты. Серкебайдың үйіне кіргенімде сол еді дейді әжем. Қарасам, бір бұрышта ақ шапан, ақ сәлделі жас ғұлама заулатып Құран оқып отырғанын көрдім. Аңғарып қарасам, өзімнің момынқұл құлыным екен. Өз көзіме сенбей аңырап тұрып қалдым. Енді бір барғанда әжем көкемді ауылға біраз күнге алып кетейін деп Серкебайдан өтінген екен, нағашым тыйып тастапты. Бұл баланы қолыңа адам етіп берем әпке, ал адам болмаса ит аяқ тазалайтын құл етіп қоямын. Әжем қанша жалынса да Серкебай айтқанынан қайтпайды. 2 жыл өткен соң ғана көкем ауылға оралды.
үстіне ақ шапан, басында сәлде, аздап едірейген тікенек мұрт қойыпты. Ауыл адамдары жас жігіттің мысық мұртына солғына күлген. Ертеңіне көкем сәлдені тастап, бұрынғы түлкі тымағын киіп еді. Кәдуілгі өзімізге үйреншікті қалпына келді. Содан бастап көкемді ауылдағы екінші көзі ашық білімдар адам деп санайтын болды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып қойыңыздар. Әрі қарай ертең жалғасын тыңдайтын боласыздар.